Отандық танымал әнші Ерке Есмахан әкесінің мезгілсіз қазасынан кейін желідегі оқырмандарымен байланысқа шықты. Өнер иесі отбасында орын алған қайғылы оқиғадан соң алғаш рет жазба жариялап, өзінің қазіргі жағдайымен бөлісті. Бұған дейін желіде белсенді болып келген Ерке Есмахан әкесінің қазасынан кейін біраз уақытқа дейін Instagram кеңістігінен жоғалып кетті. Желі қолданушылары Асқар Тауы әкесінен айырылған әншіге барынша қолдау білдіріп, өз жылы лебіздерін жіберген. Көпшіліктің өзіне деген жанашырлығын байқаған өнер иесі үнсіздігін үзіп, әкесі жайлы жазба жариялаған. Оған қоса, ол әкесінің фотосымен бөлісіп, ел жүрегін елжіретті. Суретте оның намаз оқып жатқанын көруге болады. Әкешім туралы әзірге өткен шақ жаза да айта да алмаймын, деп жазды Ерке Есмахан.